сөз бостандығы деген кезде енді белгілі бір топқа тыйым салып, белгілі бір топқа рұқсат берсек, тағы да бұл енді избирательный подход дейді, тағы да бұл жерде бір дау-дамай туындайды ғой. Енді мен осы соңғы кездер шынымды айтсам, ол азаматты танып біліп жатқаныма шыны керек. Бұрынғы сөздер мен көп есімде қалмапты. Шамасы біздің енді ортада көп талқыланбаған болса керек. Соңғы кездер қарап отырсам, қаңтар кезінде де көптеген сондай сөздерді айтқан екен. Енді қателеспесем, энергетика министрлігі бұған қатысты өзінің түсініктемесін берді. Ол өзінің жеке пікірі, жаңағыдай министрліктің жаңа позициясын білдірмейді деген бағытта. Сосын ол ресми кеңесші емес, штаттан тыс кеңесші болғанға ұқсайды осы министрліктің. Сондықтан да енді бұндай азаматтарға қатысты мен бір ғана шара бар, ол қолданыстағы қылмыстық кодексте немесе әкімшілік кодексте нақты осылай елдің алдына жаңағыдай алауыздық туғызатындай мәліметтер таратқан үшін жауапкершілік көзделген, сол жауапкершілік негізінде ғана қарастыру керек деп ойлаймын өз басым. Достар, әлеуметтік желіде шу болып жатқан Олжас Байділдиновтың елде қазақша сөйлейтіндер тым көп болып кетті, бір шара қолдану керек дегеніне Димаш Құдайберген өте сауатты жауап берген, әрі бас көтерген ер азаматтардың бірі болды. Былай деп айтады: біз қазақтар әлемнің барлық тілін құрметтейміз, алайда сыйластық алдымен өзіңнен басталуы керек. Ал өзгенің мақтауы үшін өз тілінен ұялатындар сөзінен емес тамырынан айырылады. Олжас, сен сияқты арандатушы жұмысынан қуып шығар деп сенемін. Себебі сен кішкентай қорқақ баласың. Қазақ тілінде әдейі жазбадым, себебі сен қазақша түсінбейсің деді. Достар, көрдіңіздер ғой, Димаш Құдайбергенов ақш-та, Нью-Йоркта бүкіл әлемге қазақша ән салдырып жатқанын әлеуметтік желіден көрген шығарсыздар. Біз мына жақта орысша сөйлеп жатырмыз, ал ол әлемде ән салдырып жатыр да. Бұл іспен көрсеткендік пе? Көрсеткендік. Қазақта сөз бар ғой, жылқыда да жылқы бар, қазан аты бір бөлек. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек деп, сол біздің Димаш Құдайбергеновке айтылған сияқты. Қазақтың маңдайына бере салған жігіт Париждің даласын, Францияны тебіренткен әміредей бүгінде әлемді тербетіп жүр. Енді екінші мәселе, енді бұл жерде Димаш Құдайберген шара қолдану керек деді. Шынымен ел ағалары жоғары жақтан мен бәрі жаман деп айта алмаймын. Елге жаны ашитын адамдар да бар. Сол кісілердің құлағына алтын сырға осы Димаштың сөзін бүтін елдің атынан сөйлеп тұрғандықтан осы сөзді ескеріп шара қолданасыздар. Одан артып ештеңе айтпай-ақ қояйын. Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Осы сөз жеткілікті деп ойлаймын. Сенді ме екен абырой беделіне? Жоқ әлде жағынудың шебері ме? Қазақ тілде сөйлейтіндер көбейді деп таңғалдым шара керек дегеніне. Өз тілін менсінбейтін мәңгүрттердің тайраңдап жүруінің себебіне қазақ тілін керек деп санамаса, онда олардың қазаққа керегіне ағайын. Есімім Бекжан Базарбек, парақшаға жазыла кет, саналы қоғамды бірге құрайық ағайын. Мына Олжас Байділдинов орыстың ертегілеріндегі баба-ягаға қатты ұқсап кететін. Былай дейді, енді Қазақстанда дейді қазақ тілі күшейіп бара жатыр дейді. Мектептерде орыс сыныптарының саны қысқарып, телеканалдар кешкі 6-дан кейін қазақ тілінде көп сөйлейді дейді. Жаңағыдай госканалдардың барлығы мемлекеттік гранттарды ұтатта, жаңағыдай тек қана қазақ тілінде сөйлеуді көбейтіп жатыр деген сияқты осындай былшылдаған әңгімені жіберіп отыр. Енді осы мәселеге кім әлемдік жұлдыз, біздің нағыз елдің болашағына алаңдайтын біздің Димаш Құдайберген, міне жарайсың, 4 миллионнан астам оқырманы бар. Мен әнші едім, мен күйші едім, биші едім, блогер едім, актер едім, басқа едім, спортсмен едім демей, міне елдің болашағына алаңдайтын нағыз саналы азамат. Жарайсың Димаш. Еркебұлан Тоқтар және Алпамыс деген сияқты осы блогерлер, актерлар, боецтер дейікші. Енді Еркебұлан Тоқтар, міне саған міне осы 3-4 күннен бері қақсап жүргенім осы еді ғой. Енді ұсыныс сіздерге осында қоғамдағы мәселені салып отырсаңыздар арасында контенттеріңізде. Ол үшін сіздерді келіп ешкім даттамайды, ешкім құлақтарыңызды кесіп алмайды. Қазақстанда қазақ тілінің көбейіп бара жатыр деген әңгіменің өзі не деген ол сорақы әңгіме екен енді білмеймін. Менің жалпы жеке сөзім қалмады, барлығын енді